Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осындай керемет тоқыма түрін тоқып көрсететін боламын. Ең әуелі менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Әдеттегідей тоқымамызды бастаймыз. Үш ілмегімізді іліп аламыз. Бір ораммен баған жасаймыз. Бізге осылай 3 баған қажет болады. Екі ілмегімізді іліп аламыз. Және тағы да 3 баған жасайтын боламыз. Осы жерден бірден 6 ілмек іліп аламыз. Енді тоқымамызды айландырып, 3 санап, 4-сінен 1 ілмек ілеміз. Осы жерден шеңбер жасаймыз. Шеңберімізді осылай бекітіп аламыз. Тағы да 3 ілмек ілеміз. Енді осылай тоқымамызды бір-біріне жалғайтын боламыз. Жаңағы шеңберімізден өткіземіз. Осылайша өзімізге қажетті 3 бағанымызды жасап аламыз. Мұқият қарап алыңыздар. Әр бағанның басын бір-біріне түйістіреміз. Солайша бір-біріне жалғаймыз. Енді осылай бұрышынан өткізіп, іліп аламыз. Екі ілмегімізді ілеміз. Тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Осылай 3 бағанымызды жасап, 2 ілмегімізді іліп аламыз. Тағы да 3 баған жасаймыз. Тағы да 6 ілмегімізді ілеміз. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір мәрте көрсетіп шығайын. Алты ілмегімізді ілдік. Енді теріс бетін аударып, 4-сінен шеңбер жасаймыз. 4-ші ілмектен осылай шеңбер жасап аламыз. Шеңберімізді тағы да бекітеміз.
жан жағын тоқыдық. Енді сіздерге мен сәйкестіріп қарап көрсетейін. Бірінші санау, екіншісі осы квадрат, үшінші квадратымыз осы бұл бұрышқа кетеді. Енді біз осыны тоқитын боламыз. Осы квадратты тоқимыз. Бұрышына тараған квадраттың тек екі бетін ғана тоқимыз. Қалған екі бетін кейінге қалдырамыз. Бірінші бетін тоқып, екінші бетінен тоқып болғаннан кейін осылай келесі квадратты жалғап кететін боламыз. Міне біз жалғап жатырмыз. Бұрышын тоқып, келесі бетін жалғап алдық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Міне көргендеріңіздей бұрышынан екі қабырғасын ғана тоқимыз. Квадратымыздың екі қабырғасын ғана тоқимыз. Бұрыштарын көрдіңіздер ғой, тағы да көрсетейін осылай. Енді ары қарай тоқымамызды жалғастырамыз. Осылай тоқып алдық. Ортасынан осылай жүрекше қалдыратын боламыз. Біз енді сол жүрекшенің бұрышын тоқуды көрсетем. Осы бұрышты полный тоқып аламыз. 4 бұрышында. Міне бір бұрышын тоқыдық. Енді қалған бұрыштарын тоқитын боламыз. Үш бұрышын тоқыдық. Енді 4-ші бұрышын тоқимыз. Төртінші бетін немесе қабырғасын деп те айтсақ болады квадраттың. Біздің қазіргі тоқып жатқан тоқымамыздың ерекшелігі осындай квадраттарды бір-біріне жалғаймыз.
бұрышын бекітеміз. Енді осы жағынан қолмен көрсетіп тұрған жағынан, осы жағынан тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Тоқымамызды аяқтап қалдық. Енді тоқымамыздың қалған бөліктерін, қалған беттерін жалғап шығатын боламыз. Осылай төрт бұрышында тоқимыз. Төртеуінде үш квадратымыз тоқыдық. Осы жерде сіздерге көрсетейін дегенім, бізде бұл төрт бұрыш болу үшін мына жерде жаңа жүрекшені астын тоқыдық қой. Енді мына жерде үстінен тағы бір полный квадрат тоқып кететін боламыз. Осы жерден полный квадрат тоқимыз. Полный квадратымызды тоқып алдық. Енді тоқымамызды ары қарай жалғастырамыз. Осылай бір-біріне жалғайтын боламыз. Бұл жаңа біздің толық тоққан квадратымыз. Енді соған жарты квадратымыздың бір бұрышын бір-біріне қосамыз. Егер түсінбей жатсаңыздар, мұқият қарап шықсаңыздар, бәрі түсінікті болады деп ойлаймын. Тоқымамның фотосында қалдырып кетем. Егер сіздерге қатты түсініксіз болса, содан да қарап алуларыңызға болады. Міне осындай квадрат шықты. Міне біздің тоқымамыз да дайын. Енді ортасындағы жүрекшелерді орнататын боламыз. Осылайша ортасына жүрекше орнатып шығамыз. Міне жүрекшелерімізді орнаттық. Енді сіздер бұны бір-біріне қосып, үлкен көлемде өздеріңіз қалағандай етіп жасауларыңызға болады.
назарларыңызға көп көп рахмет.